Қалаға бір Кемаль деген түрік кепті. Бәрін пұтырлатып отырып жатыр. Мен есімім Нурик болады. Осы жердің королімін. Мен бәрі Кимина деп айтады бірақ. Нурик, тоқта, брат! Мен сені заставлять еттім, бай. Өзің ғой маған енді. Карточный долгың спрос қандай екен, сен менен жақсы білесің. Ұтып алатынына сенімсің бе? Ит жоқта шұшқар өтті деген осы ғой. Үріп болған шығарсың, қарат. Короче, мен саған 3 күн берем, 3 күннің ішінде $300 болмаса, қатының соның астында қалады. Салам алейкум. На жігіт па, сен екі жігітті таңдаймын деп екеуіне байға шықпайсың ғой? Өйткені біз жоқпыз ойда. Жұмыс істеуді көрді, ұйықтайды, аузын берік деп. Жетсайский ағасы келген кісі болып қалды ма ғана? Ішкиім ғана бар, қан іштеңе жоқ. Қалған не важныйлар екінші күнге түсіп жатыр. Негізі өмірде кейде зайбалымыз шығады. Жолымыз Реке. Рек деген шынында. Қорқытып қойды. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, араға біраз уақыт салып сіздермен экранның ар жағында қауышып тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша Азартниктің веб-сериалы, яғни YouTube сериал ары қарай жалғасын тауып жатыр. Бүгін бізде 11-ші серияның түсірілім күні. Артта сахнаны құру басталып кетті. Қырғызстандық, өзбекстандық, қарақалпақстандық ағайындарға жалынды сәлем. Бізді көп қарайды екенсіздер. Акс пен Муха шынымен де Әбжанның артынан еріп карта ойнай ма, әлде жақсы жолға түсіп ауылға қайта ма? Нурик пен ағасы бір картада шынымен жолығып қала ма? Осы сияқты көптеген сұрақтарыңызға осы серияда жауабын алатын боласыздар. Әбжан Муха мен Аксты картаға ойнауға алдап не алатын сондай ақылдасатын сахнасы кафенің ішіндегі. Қандай доғыр, далбан, бұл картаға басың істейме сенің, Акс. Саған айтып отырмын ғой, басың істейме сенің, Акс деймін. Сахна дайындалып отырсыз. Кешіріңізші, братан. Мен білем сөздерімді. Айтсайын. Кешіріңізші, братан. Әбжан ағамыз сөзіне дайындалып отыр. Муха братан екеуміз білесіздер, бір дубліміз. Әбекен кішкене қиындауда я. 8 ба дубль бар отада қойсай. Білесіз ба, біз 3 апрельде кинотеатрға шығарып отырық. Иә, Құдай қаласа. Мен саған күшті болайын деп тұрған. Басы қасында жүріңіз. Иә, иншалла, бұл любой время звондыңдар, қызметтеміз ғой. Ол да әбеге сәттілік. Бізді уайымдамаңыз, өзіңіз жақсылап дайындалып алыңыз. Бүгін біздің Шымкентте ауа температурасы бір 30 градус болып тұрған шығар, 25 ба, 30 ба, таза майка шортикпен жүретін болып тұр. 3 сәуірде де осындай күн жып-жылы болады, өйткені 3 сәуірден бастап біздің Азартник фильм кинотеатрға шығатын болады. Бізде қазір күндізгі сахна, мені мен Мәкеңнің магазиннен новый киім киіп шығатын сахнасы. Тез-тез 2x-пен көріп алыңыздар, Короче, наның ішіне пайды полный киімдер тұру керек, бірақ іші пустой ғой. Обманка ғой, сіздер сеніп қалдыңыздар осыған мысалы. В общем, осы Азартник киносының звук операторымын мен. Киноның барлығының бәрін дауысын жазам. Дауыс жазған кейін ритбой, дубль, шириді бұға үйге дайындалмай керек, соның бәрін айтыр мен осы құлағыммен естіп жазып отырамын. Негізі акс түсіру керек, білесіздер ғой, енді ертеңнен бастап өзі түсіретін болады. Ол кезде ертең екінші күні профессионал актерлар ойнайды. Ол жерде мен де бармын. Біздің актерларға сұрақ қойып жүрейік, тез-тез, қысқа нұсқа. Үлкен кино ма, Азартниктің сериал ма? Сериал. Енді үлкеніне түспеген екен. Сөйтіп айтып отырсың ба, или қалай? Үлкен ол енді 1,5 сағаттық қой енді. Ал сериал ол жылдар ғой, брат. 4-ші сезон ба, қанша жыл болды түсіріліп жатқан, 3 жыл. Халықты сол наурыт андай қылатын сияқты. Ал үлкен кино ол бір рет Азартникті
үлкен ауқымды қылып көрсету деп түсінемін өзім. Бір рет. Өте керемет, жақсы жауап берді деп ойлаймын. Әбжан, рахмет. Диана ханым, үлкен кино ма или сериал ма Азартниктің? Екеуі де. Жоқ, біреу таңдау керек. Сен на жігіт па, екі жігітті таңдаймын деп екеуіне байға шықпайсың ғой? Тогда кинотеатрға шығатын. Кинотеатр ма? Себебі сен Азартник киносының несін киіп алған, сондықтан бұл үлкен кино таңдап отыр. Өте керемет таңдау. Бұл Диас, арт қарап сұрақ қоя береміз десің. Так, Бүгайға сұрақ қоймаппыз ғой жаңа. Бүгай. Азартниктің үлкен киносы ма или сериал ма? Сериал. Себебі? Себебі бұда еңбек, көшім арман жатыр деп ойлаймын. Мен үлкен бір андай немен бастағанбыз ғой, махаббатпен кәдімгі. Үлкен киноға неге махаббат жоқ? Өйткені біз жоқпыз ойда. Жоқ, енді біз басынан бастаған неге жоқ қой енді. Ашын бұл проектта түсінесіз ба? Өте керемет жауап. Сіздерге так, Азартник үлкен киносы или сериалы? Үлкен киносы. Себебі? Енді сериал андай типа жұмысы ғой, анан нәтижесі да, бұйырса. Әке, үлкен кино или сериал? Үлкен кино. Себебі? Ол жерде проф қой. Проф бөлек деп атсыз ғой. Сериал ол сіз үшін опыт па? Сериал, опыт. Бұл жерде енді үлкен еңбек, үлкен жұмыс жатыр ғой. Дәл осындай қарбалас кезде, Әлеке. Так, двор. Азартник үлкен киносы или сериалы сіз үшін? Конечно, үлкен кино жетпейді ғой. Неге? Сериал таңдасың? Сериал бәрі Сіздің қолыңыздан шығып отыр біраз нәрсе. жоқ. По-любому үлкен кино ғой. Үлкен нәрсе ғой. Үлкен болып көрінеді. Уақытша емес бол. Ана, датавод жұмысына қатты берілгендігі соншалық. Қысқа нұсқа тез жауап берді. Көрдіңіздер ма? Өзі осы сериалды бастан аяқ түсіріп жүрсе де, үлкен кино таңдап тұр. Ол ненің белгісі? Ол көрегенділіктің белгісі. Мінекей Диас бізде аузы ашық. Жаңа донер әпердім обедке, өзім аузым берік болса да деп ше ойнап айтамын. Мен әркімнің өзінің несі денсаулығына байланысты деген сияқты. Жарайды, ол туралы кейін айтамыз. Атың кім? Бұл да ойын. Танымай қалсаң да. Үлкен кино ма или сериал ма Азартниктің? Сериал. Себебі? Сол ана киноны ертең көресің ғой, кинотеатр шыққаннан кейін, кәм ойың өзгеріп кетеді ше. Мен өзім сол жерде болғаннан кейін көрдім. Кино, ұялмайтын кино, короче. Нені таңдайсың? Көрейін. Бізде техник. Керей, Жәнібек. Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Азартниктің үлкен киносы ма или сериалы ма? Үлкен киносы ма? Себебі? Себебі айтары көп деп ойлаймын халыққа. Соңғы нүктесі қойылуы мүмкін ба сен ойыңша? Қойылады ғой енді, бәрі бүкіл нәрсенің нүктесі бар ғой. Өзіңе осы жұмысың ұнай ма? Әрине, махаббатпен істеген дұрыс қой, не жұмыс істесең де. Не деймін енді, ниеттеріңіз қабыл болсын, құдай қаласа. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, қабыл етсін, жақсы. Рахмет, бір шама көрдіңіздер ғой, есеп бір шамамен 4-5 болып қалды ғой, сосын көрермендерде жазып кетсін төменге. Үлкен кино ма Азартниктің сериал ма? Ақсұлтан өзі ары қарап жүргізетін болады, бірақ комментарийге тағы да жазып кетіңдер. Ақсұлтан жүргізген қызық па, менің жүргізгенім қызық па деп. Жақсы, хабардамыз. Короче, қазір біздің оператор ағамыз ұйғынып беріп жатыр. Көрек. Бәкеңе қазір ұйықтап жатыр, танкінің кілтін сұраймыз қазір. Бәке, танкінің кілтін. Міне, жұмыс істеуді көрді ұйықтайды, аузын берік деп. Жүр ғой мына бәрі аузы берік деп. Маған қазір ғана не тақып бітті. Жетсайский ағасы келген кісі болып бақты ба ғана? Қазір ғана не дейді, қазақшасы қалай мынаны? Дыбыс жазушы құралды жабыстырып бітті денеме. Біз картаға шығатын сахнаны, сол үйден кеттік деп шығатын сахнаны соны түсіріп алайын деп тұрмын Мәкен екеуміз. Мәке, бізді көпшілік бір дубль деп атап кетіп жатыр.
Сол қаншалықты рас? өзі көрінеді от өзі видеоға түсіріп жатқан кезде өтігің екені хақ қой десеңіздерші. Жоқ, шынымен емес. Бір дубльмен ұрып жатыр. Алекең де біледі ғой, Алекең де куә ғой. Бір дубль деп айтып жатыр да бізді халық. Кеттік па кеттік. Міне Нұрекең бастаған бір топ команда ауыз ашып отыр. Бір жарты сағат уақыт әлденіп алып, бір 2 сахна қалған, соны бітірсек. Ас болсын, ниет қабыл болсын жігіттер. Короче, біздің фрукты жеп отыратын сахна. Халатпен жүретіні, ваннадан шыққам ғой. Мынаның ішінде не жоқ? Петлишкінің андай 4 бұрышты несін қою үшін мынаның ішінен әшейін денеге ремен тағып соған қыстырып. Отыр! Артында. Тата сол именно сол жерден ұрдыңыз. Жоқ, іш киім ғана бар. Қан ештеңе жоқ. Қан көрсет. Ағайындар, бүгін бірінші күн түсірілім күні бітті. Түн бұл неше болды? 9:30-да біттік. Ертең азанда 8-де екінші күн бастаймыз. Ой, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін бізде 11 серияның екінші түсірілім күні. Бүгін Шымкентте тоже күн өте ыстық, бір 35 градус шығар. Жемпірмен қиын болып жатыр. Футболка таза, майк шорткпен жүретін погода болып тұр. Шымкенттіктер болса, қарап отқан болсаңыздар біледі, Беловодқа бара жатқан жолда Тассайдан өткеннен кейін пойыз жолдың оң жағында бір елді мекендер бар ғой бір. Бүгінгі съемканың алғаш сахналары сол жерден басталып тұр. Арттағы полядан қарасаңыздар болады, қаладан өте алыста. Бірінші сахналар сериалда Марстың басына проблема түскен, соны шешу үшін ескі досы Жүни мен Нурикті өзіне шақырып алған, соны шешу үшін ақылдасып жатыр. Сондай сахналар болып жатыр. Кеше мен Нуриктің ағасы Әбжан үшеуміздің сахналарымыз болды. Біз главный болғаннан кейін бізді бірінші түсіріп тастады. Сол үшін бүгін қалған неважныйлар екінші күнге түсіп жатыр. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Ал біз екінші күнді бастадық онда. Қазір ғана іштен бір сахнаны бітіріп шықты Нұрекең. Миымда бір сұрақ тұр, соны қойып жіберейін. Подкастта айттыңыз, үлкен кино сериалға қатысы жоқ дедіңіз, бөлек сценариймен жазылды дедіңіз. Үлкен кинодағы Нуриктің образынан шығып, қайтып сериалдағы Нуриктің образына кіру қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ, наоборот, оңай болып жатыр. Енді бұл 3 жыл бойы осы съемкада жүрдік қой. Сериалдағы образ оңайырақ, кинода вообще әсерлі болды деп ойлаймын ше. Енді былайша айтқан кезде киноға тек біздің сериалдың көрермендері емес, сырттан да адамдар келеді. Сондықтан сырттан келген адамдарға түсінікті болу үшін біз барынша сериалға ұқсастырмай істедік. В общем, киноға барғаннан кейін ақыры кино көруге барсын деп кино түсірдік достар. Келіңіздер 3 сәуір. Тағы бір сұрағым бар. 10 сәуірден 7 сәуірді алсаң қанша қалады? 3 сәуір қалады ғой. 3 сәуірден бастап келіңіздер киноға, кеппаңыздар. Жәке, қайда кеттіңіз? Маған келе жатыр балалар. Біздің режиссердің әмбебап ассистенті Жәнібек ағамыз. Не болып отыр қазір іште? Қазір түнгі сахна, ұйықтайтын сахнасын құрып жатыр жарығын. Художниктар художествосын істеп жатыр. Даланы жарықталмайды отырдың да? Сіздер іште кәдімгі түн қылып қараңғы қылып істеп жатырсыздар. Түнгі бір 3-тер ғой. Сондай. Біздің әмбебап жұмысшылар осындай да жұмыстар. Іште лучше көрсетейік та қалай істеп жатқанын кеттік. Іш қап-қараңғы, фонарь жағайық. Камераны қалай істеген? Қазір бұны көтереміз қазір. Диана басын тартса күшті болып көтереді. Бас ілінді ма қате бар? Неше түрлі кадрлар болады. Актерлар сырттан да тексттарына дайындалып жатыр. Іште сахнаның постановкалары
Дәке, көбісі Азартниктің үлкен киносында тек Нурик пен Жүнүй ғана түсті деп ойлап жүр. Мен де білмейді екенмін. Сіз бірақ жүрдіңіз съемка барысында ше? Түстіңіз ба, түскен жоқсыз ба? Түстім мен енді, бірақ көп жерінде түскен жоқпын. Өзі бір тәтті жерлерінде түстім. Енді сериалда сіз екі досыңызды сатып кетесіз, оларға сатқынды жасайсыз, иттік жасайсыз. Үлкен кинода да сол образ бар. Үлкен кинода сол образға ұқсас десек те болады. По-любому мені сол бір моменттерде жек көреді үлкен кинода да ше. Азырақ жерлеріне түстіңіз, иә? Өзіңіз тәтті болғаннан кейін тәтті жерлерін берген да? Тәте. Қалған сериалда қалған қосалқы рөлдегі актерлар бәріміз дұғада болып тілекші болдық. Сосын сізге бір сұрақ. 7 сәуірден 4 сәуірді алсаң қанша қалады? 3 сәуір. 3 сәуір ол не? 3 сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан Азартник үлкен фильмін көріңіздер. Біз сіздер күтеміз, сенімді ақтаймыз. Сізге сұрақ. Сериалдағы Ғани мен өмірдегі Ғанидың қандай бір нелері бар? Ұқсастықтары бар. Қайсысымен пышақтайын айтшы? Мынамен ба? Или мынамен ба? Көрдім. Қайсысымен айтшы? Өмірде де осындай ғой. Сериалдан өмірде доспыз, сериалда да доспыз. Негізі өмірде кейде зайбалымыз шығады. Жақтырмай бастаймыз. Өмірде көрген кезде қалай давай? Қалай давай. Зайбал шығып кетеді кейде өзіше. Сериалда кішкене аңқау, бірақ өмірде вообще аңқау емес, ә? Ой, ушлый ғой. Бүрген көтін көрген адам ғой бұл. Кәдімгі есебі түгел, еврейлердің ұрпағы ғой соңғы. Дәке, сізге сұрақ. Азартниктің үлкен киносы ма, сериал ма? Екеуінде бөліп жармай, бірақ нақты сұрақ болса үлкен кино. Қанеге сізге сұрақ. 2 сәуірге 1 сәуірді қоссаң нешінші сәуір болады? Сода білмейді міне. Білмейді сияқтысыз. Есепке жоқ деп айтып қалыпты жаңасы. Математикадан 5 аламын мен. Жарайды, былай оңайлатайын кішкене. 2-ге 1-ді қоссаң қанша болады? Біле, тура сол сұрақ. 4-ні? 3 апрель деп не ол 3 апрель? 3 апрель күні Среда бола ма? Білмеймін, 3 апрель күні Құдай қаласа Азартниктің үлкен киносы шығады, соған шақырамыз бәріңізді. Қанекең өзі пышақпен болады сол жерде. Бәріңізді қорқытатын болады. Бір пышақ берем. Азартниктің үлкен киносы ма, әлде сериал ма? Конечно, үлкен киносы. Рахмет. В общем, достар, бізде съемка негізі қиын ғой в основном. Сол арасында осылай демалып алатынымыз бар. Короче, халық арасында ыстық картошка деп айтылып кеткен ойын. Бірінші жерге дейді. Ереке. Жолымашы кетші. Ереке. Не ғой? Бұл регбиді қайдан үйренгенсіз? Регби ма не бұл? Иә? Волейбол ғой тентек боласың. Күн ыстық, ешкім жақтырып тұрған жоқ шы. Қымбат достар, бізде жергілікті уақыт 21-26, кешкі сахналар басталды. 2-3 сахнасы түсіріліп қойды, тағы да 1-2 сахнасы қалды. Арсенге келіп, Марсты сатып кеткен документтерді қайтып өздеріне алып көру үшін Жүнүй мен Нурик келіп, сізді қорқытатын сахналар ба? Өте қатты қорқытып отыр. Өмірде де бұлай қорқасыз ба, негіз? Өмірде сыйлаймын ғой ағамға. Өте жақсы сыйлаймын. Және бір сұрақ. Азартниктің үлкен киносы ма, әлде сериалы ма? Үлкен киносы ол. Бір аргумент айтып өтсеңіз. Өте мықты, өте өзінің орын қойып қойған сериал ғой. Үлкен киносы да өте мықты шығады. Бізде ойнап жүрген актер Арсен болатын. В общем, кейінгі сахналарға дайындалып жатыр. Болды, кедергі істемей кеттік.
сериалда сәке болып ойнап жатқан Райымбек ағамыздан сұхбат алайық. Райымбек аға, сериалда бандит, кішкене көшенің рехті деген рөлдерді ойнайсыз. Шын өмірде де бизнесіңізді, жаңа машинаңызды көріп жатырмын. Шын өмірде де рехт сияқтысыз. Ондай емес. Балдар рехт деп айтты осыз. Айта береді. Шын өмірдегі простой. Қарапайым адамбыз ғой, простоймыз ғой. Сіз үлкен киноға түсуге сәл қалды дейді. 10 минут жетіспей қалды. 10 минут үлгергенде. 10 минут ерте туылғаныңызда 10 минут үлгерген. басына кетіп қалсаң. Сізге Азартниктің үлкен киносы ма, әлде сериал ма? Сериал. Не үшін? Күшті. Мен түсем де өйткен. Болдың ба? Сұрағың бітті ма? Бітті. Қайтасың ау? Жұмыс істейсіз ба? Жұмыс істейік. Рехт екен шынымен. Қорқытып қойды. Сәкеңді сөйлесін бе? Сайбал. Қалай қарап тұрсаң, сен де бір марсыл адамсың ғой негізі. Біреудің дүниесіне қызығы. Сендерді мәкен қадап кетіп еді ғой. Бізде кезекті түнгі сахна. Бір көрсетіп жіберіңіз мына жақта. Бізде де Аллаға шүкір Шымкентте осындай бір жеріміз бар. Жазда қайнайын деп тұр енді жер. Велосипед, жаңағы самокат ондай айдайтын жер. Сосын бір айта кетерлігі, біздегі съемочный командадағы бір шама адам сериал әлде үлкен кино деген сұраққа үлкен кино деп жауап берді. Оның өз себептері бар. Мен де өзім үлкен киноны таңдайтын. Өйткені сериал ол сенің дамуың, даму процесің, ал үлкен кино ол жеміс. Жемісті барлығыңыз жақсы көресіздер, Біздің жемістің де бағасын беріп, 3 сәуірден бастап кинотеатрларға баршаңыз келіңіздер. Жаңағы айтқан Шымқаламыздың әдемі жерінен қарындасымыз жүгіріп келіп, мен сіздердің фильмдеріңізді қараймын деп, өзінің жылы лебізін білдіргісі келіп тұр. Есіміңіз? Адия. Адия, Азартник фильм көргенсіз ғой? Иә, көргем. Сериалын көргенсіз, Осы біздің сериал, Құдай қаласа, 3 сәуірден бастап кинотеатрларға шығайын деп жатыр. Соған міндетті түрде өзіңізді, ата-анаңызды, бауырларыңызды барайық деп ертіп апарыңыз, сәлем ма? Жарайды, жақсы. Құрметті қазақстандық тұрғындары, осы Азартник киносына келіп, көріп, тамашалап кетіңіздер. Құрметті достар, мінеке бүгін Азартник веб-сериалының 11-ші сериясының түсірілімі аяқталды. Ал енді баршаңызды көкек айының, яғни сәуір айының 3-ші жұлдызынан бастап, баршаңызды барлық кинотеатрлардан берілетін Азартник фильміне шақырамыз.